Ат шаптырып шапан жапқан бар салтың ай. Өтсе тағы қилы түрлі тағдыр замандар ай. Қазақ қана өзгертпейді баз қалпын ай. Күндір күй ойнатқан қазағым ай. Жыр тербеген жүректен жыр жазамын ай. Дүбір тойлатқан думандатып таусылмасын кәделі ақ тілектерің қазағым ай. Күндір күй ойнатқан қазағым ай. Жыр тербеген жүректен жыр жазамын ай. Дүбір тойлатқан Ой, берекелі рахмет, ассалаумағалейкум ағайындар, танитын, танымайтын талайым бар. Бұл тойды дүркіретіп қыздырайық деп ортаға келіп қалған жағдайым бар. Ассалаумағалейкум сөздің басы, Алланың нұры жаусын мағынасы. Алдарында Асылхан арландарың, тамады әрі әнші тарландарың, шапалақ ұрғандарың, 100 жасаңдар, 99 жасаңдар, қалғандарың деп бір шапалақ ұрып қояйық, құрметті ағайындар. Айналдым ағайын елім жұртым, кетпесін ақ жүзіңнен тәтті күлкің. Жекжаттың дәл бүгінде басым қосар, қазаққа тойдан артық не бар сіркін. Той құтты болсын, құрметті ағайындар. Неге құрметті ағайындар, Қостанай өңірінде, Амангелді елінде кереметтей елдер тойханасында бүгінде неге керемет дүбірлі тойдың куәсі болайын деп жатқан жағдайымыз бар. Олай болса әдеттен осылай уақыт созбай бүгінгі дүбірлі тойымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Сіздердің алдарыңызға бүгінгі тойдың иесін әрине сіздердің шапалақтарыңызбен, шапағаттарыңызбен, махаббаттарыңызбен, мархабаттарыңызбен тойдың иелерін ортаға алдырайық. Олай болса орнымыздан тұрайық, шапалағымызды ұрайық, мойнымызды бері қаратай бұрайық, тойдың иелерін ортаға шапалақпен алдырайық. Келіңдер тойдың керемет күннің куәсі болайын деп тұрған жағдайымыз бар. Сәл күнін шықсақ қайық, құрметті ағайындар. Мойнымызды бермен қаратай бұрайық, аттан жығылсақ та салттан жығылмаған қазақпыз. Неге кереметте бүгін неге батырымыздың азан шақырып артында боламыз. Олай болса алаға тойларыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Барша неге болсын келіп отқан қонақтардың үйінде дәл осындай той болсын. Олай болса құрметті ағайындар, неге аттан жығылсақтан салттан жығылмаған қазақпыз. Неге кереметтей дүниеге келген батырымыздың атын қояйық. Төрт көзіміз түгел тұрған кезде мен ортаға сол мәртебені тапсыру үшін Жеңіс атамызды ортаға шақырайық. Жеңіс ата, өзіңіз келіңіз, азанымызды шақырып, кішкентай батырымыздың есімін қояйық. Assalamualaikum ата, қош келдіңіз. Той құтты болсын.
Құрметті ағайындар, келіңіздер, барлығымыз тыныштық сақтайық. Байбек аты. Кожет. Жүргенде olsun çıkıyor. Baybek. Yani. Yiğitin başı, ayıptırsın başı, yeni sağlık mükemmeliyeti. Amin, hürmetli ағайындар. Бай болсын деп, бек болсын деп, есімін Байбек қойды, құрметті ағайындар, шапалағын қойыңыздар. Байбек біреуді бестікте фотоға сөйлесіп солай, келіңіздер. Құрметті ағайындар, бізден асымыз етін асырғанда дайын боламыз дегенше біздің тарапымызда бір керемет ән болса қабыл алыңыздар. Ой, бәрекелді. Аспандағы айма дедің, жастық шағым қайда менің, жүрегімді елжіреткен жаным қандай жайлар еді. Күн күндей ашық жанарыңа жетпей сөзіңді
берекелі тамаша рахмет. Тойларыңыз құтты болсын, құрметті ағайындар. Ой, берекелі рахмет. Құрметті ағайындар, ешқай жерге қойылмаған, ешқай жерге сойылмаған тек бүгіннен өздеріңіздің нар ұлдарыңыз, батыр ұлдарыңыз, Байбек балаларыңыздың қуаныш тойына деп сойылған үлкен асымыз етті де ортаға алдырады. Ет келсін ортаға. Ой, берекелі тамаша, ет дегенде деп бар ма, құрметті ағайындар, алдарыңызға үлкен ас ет дегенде жатыр, құрметті ағайындар. Ой, берекелі рахмет. Құрметті ағайындар, алдарыңызға ас қойды, екі қолды бос қойды, ыңғай келсе, орталарымыздан ер азаматтарымызды сайлап, беттерімізді тураса, нұр үстіне нұр болар еді. Жастар жағы, жігіттер жағын аяқтағы апаларымызға, тәтелерімізге ет тұрып берсек, жақсы болар еді. Ал сіздерге 5-6 минуттық үзіліс, құрметті ағайындар. Астарыңыз дәмді болсын. Ой, берекелі рахмет. Құрметті ағайындар, тағы да астарыңыз дәмді болсын. Тойымыз ары қаратай бастауға рұқсат етіңіздер. Тойымыздың түндігін ашып беретін, ортамызда өздерінің ақ тілектерін арқалап келіп отырған бір топ үлкендер қауымы келіп отыр екен. Олай болса, сіздердің шапалақтарыңызбен үлкендер қауымын ортаға шақырғанда жөн көріп отырмын. Келіңіздер, үлкендер қауымы: Бекеш, Есенғали, Жәмила, Жеңіс, Ботагөз, Бәтима тәте, Күлайым, Жұлдызай, Меруер. Келіңіздер ортаға, үлкендер қауымы. Ақ тілек өздеріңізде. Той құтты болсын, той жұғысты болсын. Ал, микрофон түзгіні өздеріңізде, кім бастайды, кім қостайды. Жеңіс ата, өзіңіз, ақ тілегіңіздерді жүріңіз. Ал, мынау бүгінгі Байбектің бесікке салу тойыменен келіп отқан мынау туыс туған ағайын туыстар, ілік жекжаттар, қадамдарыңа гүл бітсін дейіп. Мынау бір азғантайдегі тоқталып кетейін. Біз міне Байғабыл әкемменен менің әкем сондай дос болған, бірін-бірін қатты сыйлап өткен өмірдегі адамдар. Бірімен-бірі іздемей, бірін-бірін іздеп аңсап отыратын. Кезінде біз ағашты көлде тұрдық. Байғабыл әкем Жолабадан келеді. Әбдіраман деген кісі, Ақбас деген, мынау қазіргі сен қана отырған үйде мына ден сол жерде отырады. Байғабыл әкем келген күні, әкем маған бар кешке Байғабыл әкемді алып кел дейді. Әкемнің жүйрік
жорға атып алды. Күрең атты жегіп бермесең бармаймын дейді. Сонда жаңағы әкем, Байғабыл әкемді әкелу үшін күрең атты жегіп береді маған. Мен келем. Әкем келген күні, Байғабыл әкем келген күні үйде той. Намазбай ақсақал келеді, Қасым ақсақал келеді. Өздің сыйлайтын адамдардың барлығы келіп, сол біздің үйде болады. Ол кісілер сондай бір-бірін сыйлап өткен. Сосын шешеміз де солай. Құдай берген адамдар бұл кісілер. Ал енді Гүлжан жағын білесіңдер, Өгетбай ағам менің әкемнің туған інісіндей болып сыйласып, өмірлік біріне бірі солай сыйласып, қатты сыйласқан адамдар. Алла тағала міне екеуі қосылып, ұрпақ келтіріп, солардан немере көріп жатыр. Барлық қайырлы құтты болсын. Екі жағында маған бөтен емес, сол жаңа кіріспе деп айтып жатқаным сол. Мына дүниеге келген Байбек үлкен азамат болсын. Елі үшін, халық үшін қызмет істейтін, итте бір бас үшін күн көріп жұмыс істейді. Оның қасында бір күн жұмыс істесе, халық үшін, ел үшін еңіреп жұмыс істеген азамат, ол өмірде ұмытылмайды. Міне өз еңбектеріменен тырысып, самал көшеге отырып, шемішке сатқандан бастап, мінеке осы дәрежеге жеттіңдер, сол өздерінің маңдайтерлерін бәрі қайырлы құтты болсын. Алла тағала мінекей ұрпағыңмен өсіп, мың жаса, балаларың мінекей үлкен азамат болып, бір елді атқан не тұрады. Ол енді әрбір адамның өзін тәрбиелеген баласының ішіндегі балалар болады. Ана алдарында тұрған Айдын деген бала да сол Елдархан сияқты менің тәрбиелеген бала мінекей бүгін. Бұл бірақ бұл жол болмай әкесінің жолын өтті, мұныкі да дұрыс. Сосын міне Айдын. Сондықтан міне балаларым қызын көре бермейді. Алла тағала өткенде Елдарханға айтып едім, мен дүниеден өтіп кетпей тұрғанда тездетіп үйлен деп. Сондықтан міне сол Алла тағала тойда кездесуге жазсын. Ағайын туыс, сендерге көпке бір ақпар, сендерге бір қалпаштап. Тірлікте сыйласқаннан артық ештеңе жоқ. Сол бір-біріңді сыйлап өтіңдер. Ағайын туыс аман болсын. Біз тек тілекшіміз сендердің сол осы өмірде осы Құдай сыйласын әкеден қалған, кешеден қалған мысалы сыйластық. Өмірді сол балалар аман сау болсын, Байбек үлкен азамат болсын. Соның қуанышын көруге жақсын сендерге. Ал ағай, кемпір сен жалғасын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Құрметті ағайындар, ыңғай келсе сәл тілек тыңдайық. Ал, апа жалғастырайық. Гүлжан, көбек Гүлжан, немерелеріне бау беріп болсын, жұмыр жасы ұзақ болсын. Бірінші байлық денсаулық дейді ғой, дені сау осы сендерге еңбек етсін. Қартайғанда сендерді арқалап жүріп бақсын. Маған тартсын. Бақытты болсын, тек жақсылық тілеймін. Ал тойға жиналған ағайын туыс, бәріңізде амандық, жақсылық тілеймін. Жаңа жыл, жаңа қуаныш, бақытты әкелсін бәріңізге. Тек жақсылық тойда кездесейік осындай. Мен айтқаныңыз келсін. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі тойға қош келдіңіздер. Бүгін мінекей бір Бегімбеттің әулетінде үлкен керемете тойы отыр. Бұл Көбек пен Гүлжанның немересі өмірге келіп, соның бесік тойы қойып жатыр. Бәрі құтты болсын, Гүлжанның арқасын, бәрінің осы атаның арқасы өсіп өніп жатқаны, осы ата мен әженің арқасы бәрі. Осы балалар бақытты болсын, ғұмырлы болсын, жұмыстары табысты болсын. Осылай балашаға қызмет жасай бересіздер, өскенше жасай береді үлкен кісілер. Осы бала үшін әрдайым осы қуаныш тойын айырмасын. Той әлемі жақсы өтіп жатыр, басы жақсы әлемі. Сол үшін ұтпайық. Ой, бәрекелді. Жақсы, арнардай тілек кезеңін жалғастырайық. Құрметті ағайын туыс, мінекей мына бүгін Ағатановтардың әулетінде үлкен қуаныш той болып жатыр. Тойлары қайырлы құтты болсын. Мынау Байбегіміздің өмір жасы ұзақ болсын.
ата-анасына, ата-әжесіне осы қуаныш қызығын көрсете берсін. Мынау бүгін Аяжан келіннің туған күні, туған күнді қайыр құтты бола берсін. Мынау Ернардың да мына екінші баласының туған күні, 13-ші толып жатыр. Бәрі де өтіп кетсе де енді атап өтейік. Бәрі де қайырлы құтты бола берсін. Балаларымыздың денсаулығы ұзағынан болып, ғұмырлы болып, Алла тағала осылай ортамызда аман сау жүре берсін, соған тілектеспіз. Ал құрметті тойға жиналған қауым, құрметті қонақтар, бүгін мынау Көбек пен Гүлжанның шаңырағында үлкен той болып жатыр. Байбегіміз дүниеге келіп жатыр. Мынау баланың ғұмыры ұзақ болсын, бақытты болсын, бақытты баланың шақ тілейміз. Ата-анасы аман болсын. Бүгін Аяшкамыз 25 мүшелге толып жатыр, 31-і тура туған күн өзінің Аяшканың. Аяшка туған күні құтты болсын жаным, ғұмыр жасы ұзақ болсын, бақытты бол, қосағымен қосағар. Бір жасықта екеуің картайыңдар. Мынау Көбек пен Гүлжанның бауырларын соңынан ерген балапаттарын аман болсын. Осы ағатанттардың әулетінде тек қана қуаныш, той болсын. Біз жақсы көреміз, тілектеспіз, тілекшіміз. Біздің қоржынымыз бар. Мынау Күлайым, мен, Гүлмира, Талғат дегенді көрдіңіз адымыздар күлсін деп айтып отыр. Көбек Гүлжан, бүгінгі бесік той құтты болсын. Ернар, Аяжан, тойларың көбейсін, немерең көбейсін. Көбек шөбере бар, шөбереңді осылай тойлап, соған денсаулығың болсын. Ең басты денсаулықтарың мықты болсын. Гүлжан екеуің осылай немере шөберенің қызығынан тоймай жүре беріңдер. Мынау дастарқаның тойхананы тек тойға жайылсын, тойхананың өмір тойда болсын. Мынау қоржын Гүлжанға, мынау саған міне Көбек. Ой, бәрекелді, рахмет, шапалақтарыңыз құрметті ағайындар. Құрметті қонақтар, бүгінгі шаңырақта болып жатқан той құтты болсын. Көбек, Гүлжан, сендер аман болыңдар. Той қаласын, жақсы тілектерің бәрі қабыл болсын. Ой, бәрекелді, жақсы. Қане, маған бері жүрсеңіздер. Ой, бәрекелді. Ал, келіңіздер. Тойдың елдерін ортаға алып тұрып, әдемілеп тұрып, естелікке суретке фотоға солайық. Отырайық, ортада сыйлас ағалар, бажа балдыздар, ұлы нағашылар және де нағашылар қауымы келіп отыр екен. Ортаға шақырайық. Келіңіздер. Рахметолла, Запен, Айтуар, Нұржамал, Серік, Меңдігүл, Ғафур, Бақыт, Кәрімжан, Салтанат, Дәурен, Жанна, Жаңбыр, Күмісай, Нұрлыбек, Айзат, Нұркен, Дәмежан, Бауыржан, Үкітай. Келіңіздер ортаға. Сыйлас ағалар, бажа балдыздар, ұлы нағашылар, нағашылар. Ой, нағашы! Лучше, чем вчера, ой, тамаша! Завтра будет лучше, чем вчера. Где-то на земле надежное сердце, любовь сохрани. Ой, бәрекелді, рахмет. Қош келдіңіздер. Ал, микрофон түсігіні өздеріңізде. Қайсымыз бастаймыз? Ал. Ал, құрметті, бүгінгі мынау тойға жиналған ағайын туыс, аман-саулықтар, Кішкене тілсіз сақтай, құрметті ағайындар, тілектің бәрі, қайырлы күн болсын. Ал, құрметті Көбек, Гүлжан, құдағи, бүгінде шаңырақтарымызда үлкен той болып жатыр. Немерелерің Байбек өмірге келді. Соның не бүгін бесік тойы қайырлы құтты болсын. Кішкентай Байбек өмір жасы ұзақ болып, әрқашанда ауырмай, сырқамай, өздерінің қуаныштарын болып өсе берсін. Елдің азаматы болсын, аспандар ашық болсын. Сол сәбилеріміздің соңынан кішкентайлар еріп тағы әрқашанда қуанышқа бөлене берейік. Бар жақсылық деймін енді міне. Сосын Аяжан қызымыз да 25-ке толып жатыр кейін жақын арада. Онда өмір жасы ұзақ болып, Ернат екеуің бақытты ғұмыр кеше берсін. Бар жақсылық деймін, аман болайық, сау болайық. Тойда ғана бас қоса берейік.
Ой, бәрекелермен айтқаныңыз келсін. Таластырайық ағайындар. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін мінекей мына Байбектің бесік тойына жиналып отырмыз. Мына Байбек деп атаған себебі, мына Байғауыл деген үлкен кісі өзінің көзін көрген жоқ, бірақ елдің аузында қалған, мынау жыланшық бойын жайлаған үлкен кісі, соның атын Байын қойып, өзі мынау Көбек өзін Байбек деп солай қойған екен. Мінекей қадамы құтты болсын. Бірінші бесік тойы адамның өмірге келгенде тойлайтыны. Әрқашанда ұзағынан болсын. Енді Көбек пен Гүлжанға айтатынымыз енді балалардың, немерелердің қызығын көре беріңіздер. Ертең осы Байбекті үйлендіріп, сол жасқа жетіңіздер. Бір Алланың қолдап нәсіп етсін өздеріңізге. Одан кейін біздің Еконай деп мынау Еконай дейміз ғой, Елдархан. Мынау Гүлжанға бір жігіт келетін күні Елдархан бар ма деп. Еконайдың аты Ернат бар ма деп. Ернат деген бұнда жұмыс істемейді. Сол Еконай аталып кетті. Шешесінің өзі білмейді атын. Мінекей әрқашанда сол Еконай мен Аяшқа екеуі бірге жасай берсін. Мынау мүшелге өте берсін. Қуаныш қызығын әке шешесіне бәріне елге қызмет көрсете берсін. Рахмат. Аға келіңіз, ондағы қарда шығып, тілегіңізді арнап жүріңіздер. Тілегіңізді отырайық. Құрметті тойшыл қауым, Көбектің немересі дүниеге келіп отыр, соның куәсі болып отырмыз. Байбегіміз азамат болсын, ел азамат болсын. Әжесі мен мамасына қуаныш көрсетсін. Еконайымыз өсіп өнеріндер. Бақытты болсын Байбегіміз. Байбек. Көбек Гүлжандегі бүгін үлкен ұлыстың ұлығы деп естейік. Айтқақтың бәрі қалу olsun дейік. Байбегінің үлкен азаматы өсіп елді халықты қалу olsun. Ой, бәрекелермен айтқаныңыз келсін. Көбек Гүлжан, бұл тойларын тойласын. Байбектің өмірі ұзақ болып, осы баланың үйлену тойына соны көруге жазсын. Шөбере көрінде немерелерін көп болсын, шөберелерін көп болсын. Бар жақсылық болсын, тойдан тойға келіп, қуаныш көп болсын. Қайырлы күн мынау құрметті тойшыл қауым, мынау Көбек Гүлжан. Бүгін мынау тойларын құтты болсын. Енді мынау Гүлжан өзі ырымшылайды. Осы Еконайдың екі кішкентай қыз туғанда, соның тұсаукесерінде қырқынан шығаруын бәрін ұлдарға өткізді. Кім болса да соны айтады ғой, енді бір кішкентай баланың әртүрлі керек деп, міне сол ырымға міне қабыл болып, міне кішкентай Байбек келіп, енді мен Көбекке айтамын, Көбек айтады, бұл Байғабылдың байы, Көбектің бегі дейді. Мен айтамын, осы жұрты қателесіп кеткен жоқсың ба? Бөгетбайдың бабы Нұрдыбектің бегі емес пе дейді. Сонда жоқ дейді, сосын айтты, мен жарайды енді. Былай да келе береді екен, негізі деді. Негізі көпшіл адам ғой, былай да келе береді екен. Сондықтан енді Байбегінің бауы берік болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын. Мынау енді Гүлжан екеуің осы, Көбек пен Гүлжан екеуің осы балалардың тек қызын көрдіңдер, соңынан ерері көп болсын. Адамның ең өмірдегі бір керемет ойлағаны осы, соңынан ерген ұрпағы, баласы үйленсе екен деп асыған. Үйленгеннен кейін кішкентай болса екен деп асыған. Сондықтан енді осы жерге той күтіп отырған адамдардың бәрі жақсы ырымдай беріңдер солай. Үйлеріңізде той болсын, балалар үйленсін, қыздар тұрмысқа шықсын, кішкентайлар келсін. Осының бәрі керемет той. Көбек Гүлжаннен осы Елдар тойханасы өзі той жасайды деп жасап салып алдыңдар, өзі тамаша күнде той жасай берсеңдер болады негізі. Сондықтан тойларын тойға аласың. Мына Байбек деген өзі Байғабыл атасын айтып отыр ғой, расында деп әзіл ғой менікі. Байғабыл деген керемет өзі аты аңыз болып қалған адам ғой. Өте мырза болған адам дейді.
үйіне барған адамға міндетті түрде мал сойып тамақ берді екен, бір қойды сойып берді екен, бір қойды салып берді екен. Сондай бір әңгіме естігенбіз. Бірақ оны көбірек соған тартпаған, білмеймін, нағашылар тартпағанда. Бұл Гүлжан ғана қонағасы береді, бұл салып беру деген білмейді. Барғанда кәдімгі неміздің багажникін ашып қоямыз, осы көбірек атасынан қалған бір нәрсе жоқ екен, біреу салып беремін екен деп. Жоқ, ол салу деген жоқ, қайтып жаба салады. Өзінде қайтадан салып қалғысы келіп тұрады. Сондықтан көбірек енді сол атаңның енді атақтан қосып балаларына жұға берсін, балаларың бай дәулетті болсын, елде аты қалсын. Енді өзің де осы елде жаман жігіт емессің ғой. Бір кісідей орның, өзің төрде отыратын орның бар. Сондықтан ұзақ жаса, бақытты ғұмырлы болыңдар, балаларының қызығын көріңдер, тойларын той боласың. Бүгін өмірге Байбек деген ұрпақтарымыз келіп, көптің баласын алып құдай жасап жатсыздар. Құдайларыңыз қабыл болсын. Өздеріңіз аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Осындай балалардың, немерелердің қызық қуанышына тоймай аман-есен жүре беріңіздер. Немереден енді құдай берсе алда шөбере сүйіңіздер. Не айтам енді, мына өмірге келіп жатқан Байбегіміздің ғұмыр жасы ұзақ болсын, бақытты, балалы шақ тілеймін өміріне, көптің баласы болсын, атына заты сай азамат болсын. Енді осы құдаймен тұспа-тұс келіп жатқан біздің қызымыз Айжанымыздың бүгін 25 мүшел жасы. Біздің Айжанымыз балалық шағын үйде өткізген кезде күні ылғи боран болатын еді. Ақыл тоқтатып өмірге ұрпақтарына әкелгеннен бері біздің Айжанымыздың мінезі жұмсарып, күн қандай жайма шуақ болып жатыр. Айжаным, қайдасың? Ғұмыр жасың ұзақ болсын, бақытты болсын өмірде. Құдай қосқан қосаға Ернат екеуі тату тәтті семья болсын. Сіздердің жолдарыңызды берсін. Тек қана біз осы балаларымыздың жақсылығын, қуанышын ғана көре берейік. Тілектеспін. Өз отбасыма қандай жақсы қуаныш тілесем, сіздердің де отбасыларыңызға сондай қуаныш, жақсылықтар тілеймін. Енді айтылып маған тілектер болса, бәрі қабыл болсын. Менде бір азғандай сыйлығымыз бар, біздің балаларымыздың, отбасымыздың атынан әкеп отырған. Қазір енді шашуымызды жалғастырамыз ар жақтан. Қазір енді осы жерден бір азғандай сыйлығымызды беріп жіберейік. Ой, бәрекелді, рахмет. Ой, бәрекелді. Керемет шапанның иесі болып жатыр, құрметті ағайындар. Көре алмайтындар шапалақ ұрмасын, құрметті ағайындар. Қане шапалақ ұрып отырайық, адамлар. Ой, бәрекелді, қалай керемет жарасты, я. Не болды тәте? Жақсы, о. Шеберліктен керемет сағатта қып жатыр, құрметті ағайындар. Ой, тамаша, құтты болсын ата. Айжан шақырып отыр. Келді тәте, айқайламайсыз, а? Қорқып кетті ғой Айжан өзі. Осы Аяшканың туған күніне бауырларынан, отбасынан бір наборымыз бар. Ой, бәрекелді, шапалақтарыңыз. Болдық па? Ой, бәрекелді, болса қал, келіңіздер. Әдемі, сөйлейін де отыр екен.
Гүлжан тәте, мына бүгінгі бесік тойларыңыз құтты болсын. Аяшаның 25 мүшелі құтты болсын. Міне соған арнап біз Жанна тәте екеуміз қоржын әкелдік, сол қоржынды ұсынамын. Ой, бәрекелді, шапалақтарыңыз күшті. Аяжанға күшті бриллиант набор сыйлап бір Ернатқа бір гориллама бірдеңе ала салмадыңыздар ма? Жақсы, ал келіңіздер, әдемілеп тұрып естелікке фотоға суретке түсіп алайық. Ой, бәрекелді, жұп болсын, тартылмаймыз, кеттік. Есіміңіз? Кім болып білеміз? Көйлектің балдызы. Балдызсыз ба? Молодец, күшті. Үйде алтын қалдырдыңыз ба? Бәрін тақып қойсыз қабаш. Өзіңізге мінекей тойдан тобықтай керемет сыйлықты қабыл алыңыз. Тойдың соңына дейін осылай күшті билеп, күшті көңіл күйде жүріңіз. Рахмет, келіңіз, отырыңыз, жайғасыңыз. Барқамат, шамала құрып қойыңыздар, құрметті ағайындар. Одан кейін жоғар жақтағы Кәрімжан ағамыз шақырым келіп отыр. Келіңіз аға, өзіңіз ортаға билеп келіңіз. Ой, шапалақ ұрып қояйықшы. Ой, бәрекелді. Шапалақ ұрып қояйықшы ағамызға, я, ой, тамаша. Құрсын, Алла тағалам қартайсам, осылай қайтып қартайын ағайындар, я, күшті. Жап-жас тұп күшті болды, бір шапалақ ұрып қояйық, я. Аға, я. Ең бірінші құрметті ағайындар, дәл осы Елдар кафесінде ең бірінші асабалық қызметімді осы ағамның тойынан бастаған. Неге содан бері осы ағамның алғысын алып, керемет өздеріңіздің алдарыңызда алғысқа бөленіп жүрген жағдайым бар. Иә, ағамызға шапалақ ұрып қояйық, керемет сыйлықты өзіңізге таныстайық. Рахмет, келіңіз аға, отырыңыз, жайғасыңыз. Жаңа
жатыр ғой, иә. Фархат 60 мынау жасымызда той жасайды деп Фархат ұмытып кетті. Қостанайға кетіп қой. Енді кім көрейін? Біз Қолдасбай мектебінде бірге жұмыс істедік қой. Ол қазір звондаймын деп. Сол ең бірінші сонда айтты. 30-40 адамға кафеге тамада болып жүрді. Ең бірінші міне менің тойымды өткізді, мінекей жалғастырып жатыр. Әрқашанда қадамым құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, бірге жасай бер. Ой, бәрекелді, рахмет аға. Келіңіз отырыңыз, жайғасыңыз, шапалағын қояйық, құрметті ағайындар. Я, неге одан кейін жанындағы бір татем бар еді, сол татемді таппай қалдым. Ха, татем келіңіз отыра. Келіңіз деге, о! Молодец, шапалақтармен не деген керемет би, не деген керемет биші, иә? Өзіңізге тойдан тобықтай рахмет ете. Келіңіз, отырыңыз, жайғасыңыз. Тәдемізге шапалақ ұрып қояйық, құрметті ағайындар. Құрметті ағайындар, енді той болады дегеннен кейін тойдың уақытын 12-де деп белгіледік. Ең бірінші осы тойға келген қонақтарымыз бар екен. Сол кісілерді ортаға шақырып сыйлық бергім келіп отыр, иә? Ең бірінші осы тойға келген қонақ Бектас ағамыз екен, жолдасымен бірге, апамызбен бірге келген, иә? Бектас аға өзіңізге бір сыйлық бергім келіп отыр. Тойдан тобықтай етіп. Тағымыз қайда? Қош келдіңіз. Кім болып келеміз аға? Құдамы? Жеңіз болатын кетті. Құдасының. Не болып кетті аға? Жоқ, енді сізді ағам тойға қинап шақырды ма? Жоқ, мен құдамды жездесі болса, әрі маған құдам. Құдамның жездесі әрі маған құда дейді? Дұрыс аға, иә, өзіңізге тойдан тоқтайды, осылай. Тойдан қалмай, тойдан бірінші кеп жүре беріңіз, иә? Ағамызға шапалақ ұрып қояйық. Бірінші келген қонақ наметіңіз ағайын. Жақсы рахмет, арғардай тілектеріңізге жалғастырып отырайық. Ортада құрметті ағайындар, бір топ құдағилар қауымы келіп отыр екен. Сол кісілерді сіздердің шапалақтарыңызды ортаға шақырайын, келдіңіздер. Өдепбек, Қантай, Бауыржан, Сәлима, Амантай, Гүлнұр, Дүйсен, Бақытгүл, Бақыт апа, Серік құда, Бектас, Гүлжан дейді. Келіңіздер ортаға. Құдағилар қауымы, Асаманың ағалығы, өздеріңізді Ағайындымыз қауым бар, мына өнеттен көбірегесін, осында тойдан тойға ұласа берсін. Тойдан айырмын. Сәлематсыздар ма, Көбек Гүлжанның үйінің тойға келген қонақтары. Мынау Көбек Гүлжан, немерелеріңіз Байбектің ғұмырға бақ болсын. Өрлеріңіз сүйеніш болсын, сүйкімді немере болсын. Немереден шүбіре сүйуге жақсысыңыз. Әрқашан балаларыңыздың елдегі сау, бастарыңыз аман болып, осындай Көбек Гүлжанның үйінің тойына келіп едім. Жалғастырайық. Жаратқан емшілер болып, өздеріңе жақсылығы мол болсын, әр уақытта да балаларың аман болсын, немере шөберелерің көбейе берсін, балаларыңа Алла Тағала абырой берсін, абыройлар асқақтап, салиқалы да саналы ұрпақтарың жалғаса берсін. Қадірменді көшілдау, бүгінгі Көбектің шаңырағына отбасынан тағы бір шаңырақ қосылып жатырмыз. Байбектің денсаулығы мықты болсын, ең бірінші. Артағы әжесінің қуанышы болсын, әке-шешесінің көзайымы болсын. Алдағы ойлаған армандарын
Askarçılığına getirip Eskarşı Yalnızdan toylayın. Assalamu alaikum Karşılar. Құда Құрметті ағайындар, тілек тыңдайық. бау берік болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын, үлкен азамат болсын, ата-анасы аман болып, отбасыларыңызда болып отқан барлық қуаныш ұзағынан болсын. Алтынбек Гүлжан, бау берік болсын, соның анағанда сәл елемесін, Бәрекелді рахмет. Жақсы келіңіздер, әдемілеп той иелерін құттықтап қойып, естелікке фотоға суретке түсіп алайық, иә? Kusum kaydasın ne muhabbali izledim Hayday arı kızım kaldım ağanda Senin yüzün tümsüzce tuluyup kalbimde Şiire yerce Ecelet gel canım Esim basındı seninle Jarasındı canım Енді ойын дегенде қалай? Ешкімді қинамаймыз, ортаға шығарып билетпейміз. Тек қазір біздің тараптан әуендердің бастапқы 2-3 нотасы қосылатын болады. Кім жылдам табады, қолын көтерсін, ортаға келет, сыйлығын алады. Ешқандай қиыншылығы жоқ, құрметті ағайындар, иә? Тек мұқият тыңдау сіздердің тараптарыңыздан. Олай болса кеттік. Бірінші әуен маэстро музыка. Айттым ғой, аспанға қараймын деп айқайламаймыз, қол көтереміз. Қандай? Дұрыс, келіңіз ортаға. Не болды кенжеге, өзің алғандай қуандың ғой, кәдімгі шапала қырыптар. Молодец. Қандай? Айта аламыз ба? Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, сол жұлдызды неге асығып айттым, біреу қойып қойдым ма? Тез айтып, жоқ, күшті, молодец, өзіңізге тойдан тауықтай, рахмет, келіңіз отырыңыз жайғасың. Көрдіңіздер, құрметті ағайындар, ешқандай қиыншылығы жоқ, иә? Кеттік. Келесі әуенді бірге тыңдайық. Ау, таң келесі ба? Жоқ, ол емес. Кеттік, келесі, қайттан. Бастан қояйық. Ойбай. Рахмет. Қандай ән? Молодец. Келіңіз ортаға, шапалақтарыңыз. Күшті. Қандай ән? Күшті. Айта аламыз ба? Енді не істейміз? Айту керек, иә, ал айтайық. Кім, сіз подарка бересіз ба? Бәрі текке тұрса келіңіз, осылай. Жұмсап тұрыңыз, иә. Ал, сіздің күйеуіңіз сосын айтады. Давай, қазір өзіңіз айтыңыз, иә.
Молодец, күшті. Жақсы, енді жартылай өлең айттыңыз, енді жартылай бір сұрақ қояйын сізге, иә? 5 жылдан кейін сиырға не болады? 5 жылдан кейін сиырға не болады? Соғым дейді. 5 жылдан кейін сиырға 6 жыл болады. Мә, рахмет, келіңіз, отырыңыз, жайғасыңыз. Рахмет, кеттік. Келесі әуенді тыңдайық, құрметті ағайындар. Жоғары жақтар атсалысып отырайық. Кеттік. Ал, қолыңды көтерген біреуден сұрап отқандайсыз? Қандай ән? Шудың бойында? Молодец, кел өңдері, дұрыс. Стоп. Не болды, бірақ мені ұратын адам соң ат шықты ма? Байырқа не ба? Кім болып білеміз? Кімді? Ернар сен тойға қинап шақырды ма? Енді неге билемейміз? Жүр, билейміз. Ақырын жүрсең, жүрсің өзі қорқынышты екен бар ғой? Сенің алдыңда жүру қиын екен, артында жүру керек екен. Молодец. Есімің кім, брат? Мақсат. Ернаттың досы Мақсатқа шапалақтарыңыз. Еще болды деп қойып бір айырып билеген адам ұстапшы. Молодец. Көшті. Енді өзі ұялып тұр, манағы әнді ұмытып қалған шығарсың. Қандай ән? Ал, оны ұмытпайды екен, молодец. Кел. Сәл қызарып кетті ма? Әлде өзі свет осындай ме еді? Ал, подарка беремін құрсын. Ал, айтып көрейін. Тоқтау болмай, өлең айту керек. Сөз кім келіншек айта ма? Келші. Кел. Кел, кім? Келіншек аты кім? Баян. Кел. Ой, бәрекелді. Мақсаттың келіншегі Баянға шабала барып қояйын. Қараңыз, күште екеуі подтвердить кепті, иә? Братан, ялғаннан түседі көлемді сияқты болып кетті ғой, братан. Молодец, күшті. Так, сізді күшті айтады деп шақырып алды, иә? Ал, күледі дейсің ба? Ендіге шақырып отыр? Әркімді саптамай отыр. Тұрып жатыр, иә? Қандай ән? Айта аламыз ба? Онда бір сұрақ қоямын. Жауап берсеңіз сыйлық беремін. Жауап беремін. Ол күйеуіңде не жүрдің ба? Ол саған сен шақырып алса, сен оған сеніп тұрғаның. Так, адамда ең соңғы өзі қандай тіс қалады? Ең соңғы адамда қандай тіс қалады? Тіс. Протез? Адамда ең соңғы алтын тіс қалады салдырған. Молодец. Шапалақтарыңыз. Тойдан қауықпайды. Рахмет, отырыңдар. Ет шықпаңдар. Болды. Лимит бітті сендерге. Бүгінді күн пайдаланып жатыңдар. Жақсы, кеттік. Келесі әуенді бірге тыңдайық. Үлкендер жағы атсалысып отырайық, иә? Кеттік. Шошып кеттім ғой, тәте. Ақырын тұрыласыз ба? Қандай ән? Айта қалсай, может дұрыс емес шығар. 30-дан асып барамын, дұрыс келіңіз атаға. Ой, бәрекелді. Шапалақтарыңыз. Молодец. Күшті үйледің. Есімі? Гүлім. Кім болып білеміз? Көшін? Молодец. Қандай ән? Айта аламыз ба? Солай да солай қарағым 30-дан асып. Сен өлең айт дедің, әңгіме етпеген жоқ па? Жоқ, түсінемін, көрші кішкене өзекке жақын болады, өзек айтқан жақсы көресіңдер ғой. Иә, жарайды, енді бір сұрақ қояйын. Сұрақ қойғанда былай ғой енді. 30-дан асып барам деп сіз өзіңіз жасыңыз нешеде? 40-тан асып кеттіңіз ба? Не білін нешеде? 40-ға білесіз ба?
вообще ұқсамайды, қараңыздаршы. Біраз бір қарап қалсаң бір құрышқа келе ма, бір сондай өзі күшті, иә. Өзіңізге тойдан тауықтай көршілер, молодец, келіңіз, отырыңыз, жайғасыңыз. Күшті. Кеттік. Келесі әуенді бірге тыңдайық, құрметті ағайындар. Жаңа ғана айтылған ән. Аттырдық өзі. Қандай ән? Фотограф. Кел, фотограф дейш. Фотограф. Фото. Давай, не ұйықтап отырмын. Анау мына ұйықтап отыр, кел. Братан, фотограф деп отыр, кел. Кел, тез. Қарап тұр. Екеуі мәз айтыр. Біреуі арап, біреуі семіз айтыр. Біреуі не істеп жүргендер, өздері. Кел, братан, дұрыс таптыңыз. Шапалақ ұрып қояйық. Бүгін достар жағы активный болып отыр, күшті, молодец, тойды көтеріп. Әнді айтамыз ба? Енді не істейміз? Давай, айтайық, айт деп жатыр. Стоп. Енді құрметті ағайындар, сразу айтайын. Жүрек әлсіздер, құлақтарымыз жауып отырайық. Кет. Давай. Ана айттық, көмектесіп тұрған. Ол дұрыс күшті, оған бәрібір білген қалып алды ғой. Ол не қатар саған шейдік бір естіп отыр ғой, жаңағасы. Кел, шапалақтарыңыз. Рахмет, дұрыс тапты. Жақсы. Кеттік. Келесі әуенді, апалар жағы. Бірге тыңдайық, иә? О, не? Жақындасам айта дегенсіз бе? Қандай ән апа? Ол жанында дұрыс, келіңіз апа. О! Басы қылмай, сіз айтақ мен. Микрофон. Бұл жанында. Сен барсың тек. Сен барсың тек менде. Шатырап көктемде, нұрыңды төккенде. Деп бақ туғанда, сенің жаныңда қалғанда, арайланған ақ таңдарда. Көңіл шіркін, бақ туғанда, бұл жанымда. Сен барсың тек менде, түйініңді шеккенде, қабырқап жүргенде, ой жанымда. Молодец, шапалақ ұрып қояйықшы. Апа, мәдей, осы өлеңді айтам деп сөз жаттап келген ау деп. Мә, басқа подарок бер. Күшті өлең айтты ғой, күшті подарок бер. Ой, бәрекелді. Мінекейіңіз, тойдан тобықтай рахмет, келіңіз, отырыңыз, жайғасыңыз, шапалақ ұрып қояйық, құрметті ағайындар. Жақсы. Келесі әуенді тыңдайық, құрметті ағайындар. Сіз бірінші айттыңыз, қандай ән? Бара, келе беріңіз, келе аласыз қазір. Шапалақ ұрып қояйық. Сенімдер болса, бұл дискотека, естіген болса, магнитофонды барына қоса, ойнасың әнді. Күшті, өзімен өзі, рахмет. Есіміңіз? Айжан, кім болып келеміз? Қайнапасының Янат. Янат, қайнапасыз ба? Айжанның апасыз ба? Туған? Бұл жерде что-то не то. Сразу подарок дайындап тұрған. Ішіне ақша салып тұрген жоқсың ба? Толтырып? Қандай ән? Оралман оқасы. Айтайық. Кеттік. Еще музыка қосып беру керек болса. Давай.
Молодец, шапалақтарыңыз. Жолдасыңыз бар ма? Қайда? Қандай? Астанаға ма? Дәл қасында отыр. Неге бара алмадым қасына деп тұрсыз? Молодец, күшті. Шапалақтарыңыз. Құдашаға шапалақ құрып қояды, я құдашаға. Жақсы. Ал. Енді заключительный біреу тыңдап жүрейік. Дұрыс, молодец, шапалақ құрып қояйық. О, бәрекелді. Енді құрметті ағайындар, мына кісіні көрген кезде мен танымай қалдым. Рас. Мен мектепте бір 8-9 оқып жүрген кезінде маған сабақ берген ағайын. Рас. Өзім жаңа көріп шок болып қалдым. Неге қартайып кеткенсің депші. Ойлайын. Неге сен ойладың, мынау да өсіп кетті ғой жүктеп. Жас өспей ме, көкей теспей ме дейді ғой сен. Дұрыс. Ал аға, қандай ән? Қызылар осы. Өзіңізден бір ән болсын ал кетті. Жанымды менің жаураған қызыл ұрашым, бағымды сені балығым қызым болсам, өзіңе арайлы барымды қарады, жанымды менің жаураған қызыл ұрашым, бағымды сені балығым қызым болсам, сен үшін арайлым. Молодец, шапалақ ұрып қояйық, я? Қазір, енді неден электричестводан тәлім алған кезде кел, электричествоны үйретемін енді. Рахмет. Осылай жүре берейін. Дұрыс. Өзіңіз жүре беріңіз де, құрдастардың қасыңызға жинап алып, рақат өзіңіз. Мен осылай жүре берейін, я? Шапалақ ұрып қояйық, құрметті ағайындар. Бүгінгі Ермат ағамның достарына бір шапалақ ұрып қояйық, я? Әдемі тойды керемет көтеріп отыр. Ал, құрметті ағайындар, ары қаратай тағы да тілек кезеңін жалғастырып отырайық. Ортамызда бір топ әке шешелер қауымы келіп отыр екен, я? Сол кісілерді мен ортаға сіздердің шапалақтарыңызбен шақырғанды жөн көріп отырмын. Келіңіздер әке шешелер қауымы. Жұмаділ, Гүлім, Әлімбай. Көбеға келіңізші ортаға, сіз бір шақырып алайыншы. Аға, әйелі бір сәл түсінбей қалған жағдайым бар екен, я? Келіңіздер. Дәурен, Айнагүл, Марат, Закира, Қайдар, Гүлжан, Қоян, Роза. Жұмаділ Гүлсімді айтылды. Әлімбай, Лазиза, Төлеген, Гуля, Боранбай, Мауия, Батия, Зубайра, Жұмагүл, Айгүл, Қуат, Назгүл, Алма дейді. Келіңіздер, әке шешелер қауымы. Ортадан қабылыңыздар. Гүлжан, бойыңыздар немереңізді 5 той құтты болсын. Әрқашан жастан жасқа жете берсін. Жанұяңызда бірыңғай жақсылық болсын, той болсын. Бүгін туыс туған жолдас жора, құдажылықтар бәрін жинап шақырып жатсын. Әрқашан осындай Алла тағала той думанда кездесіп ұясын. Басымыз ағым болып, осы сіздің шаңырақта бірыңғай жақсылық болсын. Немере шөбере көмей берсін. Ассалаумағалейкум, той жылғауым. Міне мынау бүгін біздің құрдасымыз, төл басымыз Көкпен Гүлжанның шаңырағында үлкен той болып жатыр. Бесікке салу. Мадан бері жақсы тілекті айтып жатырмын ғой. Үлкен кісілерге, жастарға айтып жатырмын. Бәрі қабыл болсын деймін. Енді біз мына құрдас болғасын, әні мұны айта береміз арамызда. Кәртайып келетініміз ба, бұрынғыдай емес. Жаңа жерде отырғанда көбекке Гүлжанға құдағиы шапан жоғып отыр ғой енді жаңа. Көрдіңіздер ғой бәріңіз. Көбекке. Жанымда отырған бір құрдасым айтады ғой, көбекке несіне жауып отыр анау шапанды дейді ғой. Мен айтамын, сабыр. Мынау көбек пен Гүлжан болмаса, ұл мен келініміз болмайды. Келініміз бен ұлымыз болмаса, біздің осы немереміз болмайды. Сосын тойға келмейді неге онда. Соның арқасында сосын соны түсін құдағи.
көбекке жауып атқаны ғой деп сабырлық қылдым. Мына енді біздің құрдастарымыз да жақсы болмай сабыр айтсаң сразу тоқтап түсініп қоя қояды, содан қоя қой. Әйтпесе әрі қарай кетіп жатыр еді. Адам шығарсайын. Иә, мен сол адамға мен жаңа атын айтқан жоқпын ғой. Өзі шығады. Қазір өзін шығарайын деп отырмын, сол жігіттің өзін. Мына көбек би өзі бұрын радиодан бастап бірге өсіп келе жатқан, бірге оқып келе жатқан, көпті білетін көбек туралы. Сондықтан да соны енді өзіне сөз берейін, біз енді көп сөйлемейік, өйткені көппіз ғой. Ал міне. Көбектің көкесі бар бізде. Соған аттан кеткен Гүлжанның ағасы. Күйеу Гүлжан немерелерінің бесік тойы құтты болсын, денсаулығы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болып, сендерге қызын көрсете берсін. Білмейтін деп біліп қойсын деп айтып отырмын. Бәрі құтты болсын. Арнатыр Гүлжанның бір фото ағалары сөйлеп жүрді. Гүлжанның ағасы да ал көбек Гүлжан немерелерінің бауы берік болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын, бірінші байлық денсаулығы мықты болып, үлкен жігіт болып, елдің азаматы болсын, еліне қызмет етсін. Былайымызда басымыз аман бауырымыз бүтін болып, осылай немерелерді тойлай берейік. Ақшасын түріп келе қойды. Ал құрметті мынау тойшыл қауым бүгін көбекпен Гүлжанның шаңырағында бейімбеттердің әулетінде жаңа Гүлжанды айтып отырмыз ғой мен. Гүлжанның жасында да кейде көбекті былай қылып жүреміз, кейде былай қылып жүреміз. Мына көбектің арқасы, сондықтан бүгін балалардың мінекей өмір жасы ұзақ болсын, кішкентай келіп отқан өмірге немерелерім. Байбек деп қойғаның жаңағы дүниеліктің айтқан дұрыс ғой, екінші келіп тұр сол. Бәрі айтады осы халықтың бәрі. Бай анау үлкен кісінікі, биегі Нұрлыбектікі деп. Жоқ, жетті ғой соны айтты ғой енді. Ал әрқашан осы балалар бақытты болсын. Екібайымыз біздің баламыз. Екібайдың мінекей қазір өзі бүкіл көбектің Гүлжанның шаруасын алға сөйлеп жатыр. Осы жұмысы алға баса берсін. Денсаулығы мықты болсын. Рақатымен Құда Зәпеннің келеді бөтен емес мен балалар. Ол жақта қуанышты топ, әрқашан осындай тойдың құлақта жүре берейік. Ал енді көбек Екібайдың бір жылқымыз бар, атайтын. Екібай, қолқымды сен өзің алып кетесің, Құрметтің тойшыл қауым, бүгін міне көбектің Гүлжанымен беркен бір той болып жатыр, жатақхана тойы. Мінеки балаларымыз бауы берік болсын, үлкен азамат болсын. Көбектің Гүлжан үйлерінен қуаныш кетпесін. Аяшканың туған күні қайырлы құтты болсын. Жастан жасқа етеміз. Решение тойдағы болсын, кішкентайымыздың бауы берік болсын, ғұмырда бақытты болсын. Қыз баланы қызын көріңіздер, ауырмайда, сырқамайда, қасыңызды қана тойын айырмайсың, Алла бақытты болсын. Құрметті қонақтар, бүгін менің нағашымның тойында әулетінде үлкен той болып отыр. Бесік той құтты болсын. Сендерге қызын көрсете берсін. Сендердің денсаулықтары мықты болсын. Әке шешесінің денсаулығы мықты болып, бауы берік болып, осы соңынан кішкентайлар ере берсін. Ал қымбатты тойшыл қауым, осы отырған барлығыңызға да осындай жақсы, қызықты, қуанышты бесік той, үлкен тойлар тілеймін. Көбек Гүлжан негізі тойдың иелері өздері ғой, мына кішкентай балапанға той жасап, еске салуын жасағансыңдар. Құтты болсын. Енді Рахметолла мен Зәпенді де ұмытуға болмайды. Олардың да еңбегі бар. Зәпен, Рахметолла Зәпен, сендердің де қуаныштары құтты болсын. Келін, Аяжан туған күні құтты болсын. Туған күні болғанда мүшел жас екен бүгін.
Ал енді кішкентай сәбиге ұзақ ғұмыр тілеймін. Жақсы, әдемі азамат болып өсе берсін. Мақтаныштарың болсын. Ой, бәрекелді, жақсы. Олай үкімет ақырдан кезеңін жалғастырып отырайық. Енді келесі тілектің кезегі аға апалар қауымы келіп отыр екен. Сол кісілерді аттарына да түрлеп түсте ортаға шақырғанды жөн көріп отырып, келіңіздер. Алтынай, Қалмұхан, Айжан, Есім, Жанар, Гаухар, Хадиша, Бауыржан, Қалимаш, Ілияс, Дастан, Айжан, Әлібек, Гүлбарам, Серік, Жұмакүл, Ғалым, Жұмакүл, Қалимаш, Гүлмайра. Келіңіздер ортаға. Күлби, Айгүл, Берік дейді. Келіңіздер ортаға. Аға апалар қауымы. Рахмет, қош келдіңіздер күшті. Кім бастайды? Үлкеніміз ортада микрофон түзген сол кісіге ұсынайын. Кім бар? Апа. Ал міне құрметті қонақтар, бүгін Көбек пен Гүлжан жеңгеміздің шаңырағында үлкен той болып жатыр. Сол тойдың куәсі сіздер мен біздер болып жатырмыз. Кішкентай ініміз үлкен болып өсе берсін, азамат болсын, елге қызығын көрсетсін. Таудай талап берсін, бармақтай бақ берсін. Осы беріп жатқан, бесікке салып жатқан тойлары қайырлы құтты болсын, бақытты болсын. Отбасы аман, ата-анасы аман болып, ата-анасының бауырында өссін. Ал Көбек Гүлжан, бүгінгі жасаған қуаныштарың жоғынан болсын. Мына Байбек баламыз бақытты болсын, ғұмырлы болсын, бай қуатты болып, өздері қуаныштарың болсын. Той болсын. Қалай ғана бүгін үлкен той, Көбек ағамның Гүлжан жеңгем шаңырағында Байбектің тілектіңдай ағайындар, тілектіңдай. Әйдік жігіт болсын, осындай той көбағымда көп болсын, немерлері жүгіріп болсын, көбейе берсін, жүре берсін, өсе берсін. Әуінген айтқаныңыз келсін. Ой, бәрекелді. Ал, арғардай жалғастырайық. Құрметті ағайындар, ыңғай кезде тілектіңдайық, иә? Құрметті қауым, ассалаумағалейкум. Тоғызаған қауым, қайнаған Көбек пен Гүлжанның әңгіме қуаныш бесік тойы отыр. Маған бері осы қаншыға құдалар тілек етіп отыр. Сол періші балаға жалысын деп. Айбек баламыз. Айбек. Халықтың баласы болсын. Денсаулығы мықты болып, осындай қуаныштарда басымыз қосыла берсін. Бәріне тілейтін денсаулықтар мықты болсын. Шапалақ қайда? Бесік тойы болып жатыр. Әулетке ол болса да, қыз болса да негізгі қуанады, бірақ ол болса ерекше қуанады негізінде. Сол ол күн атасы мен әжесі қуанып осындай той жасалады, той қаласын. Кең дастарханда қуаныштарына кездесуге Алла тағала нәсіп етсін. Атасы мен әжесі баласы болсын, енді итак та сол кісілердің баласы ғой. Басымыз амандықта қуаныштарына кездесуге Алла тағала нәсіп етсін. Көбек Гүлжан бүгін тойлары құтты болсын, ініміздің бауы берік болсын, денсаулығы мықты болсын, ғұмыры ұзақ болсын. Ой, бәрекелді. Көбек ағайындар тілектіңдер. Баубектің ғұмыр жасы ұзақ болсын, өте бақытты бала болсын, артынан інісі ере берсін сіздерге. Жақсы, ауырмай, сырқамай, сендер көз қуаныштар болсын.
көбек кайпам қуаныштарыңыз қайырлы болсын. Алла тағала бұйыртса осылай қуаныштан қуанышқа жетіңіздер. Тағы немереңіз көп болсын, уайымханыңыз жоқ болсын. Алла тағала бұйыртып шөп көріңіздер, шөпті қолынан су ішкізесіздер. Жасалатқан тойларыңыз құтты болсын. Мінекей әдемі, жақсы, жарасымды, керемет жанұясыздар. Сіздерден үлгі аламыз. Ұлдарыңыз ұяға, қыздарыңыз ұяға, қандай әдемі немере келіндеріңіз бар. Ернат өзіміз тыва-тыва деп отырамыз енді. Ернаттай бала енді тыва-тыва өте ақылда, өте өзімен өзі жүріп, бүкіл шаруаны тындырып, мына ресторанның іші, кафенің іші ресторандай болып қойыпты, қандай әдемі. Осы Ернат ақылды осындай саналы бала берсін дейді ғой. Осы бәріміз баламыз саналы болсын деп тілейміз. Мына енді біздің жанұямыздардан ақылды коляска. Біз қолғана ұсталып кетере береді, былай ұсталып алдатпаса. Сол жұмыста болсын деп сіздерге. Сіздердің қуаныштан бізге жұмыста болсын деген тілеймін. Ой, бәрекелді, рахмет. Құрметті той иелері, қуаныштарыңыз артық болсын. Байбек кішкентайының ғұмыры ұзақ болсын, дені сау болсын. Отбасыларыңыздар барлық қуаныштарына болсын. Құттықтаймыз сіздерді. Аяшқа жаным, қайда қыз туған күн құтты болсын Аяшқа. Мен ақылымның кішкентай кезінен бірге яттым. Подружкасы бар, Аружан, Аяшқа барлығында. Қуаныштымыз сіздерге отбасыларыңызды болатын қуаныштарыңызды. Ой, бәрекелді. Тілек. Ал құрметті қауым, бүгін біздің Бегіметтің әулетіне кішкентай нәресте өмірге келіп жатыр. Көмек аға жеңеше, Алла тағала көп өсін, жағынан болсын. Немере көріп жатсыз, шөбере көріңіз. Халқына қалаулы азамат болсын. Тек қана осылай тойда жинала берейік. Мына есіммен біздің жанарға жылысты болсын. Біз жағынан болсын. Ой, бәрекелді, мен айтқаныңыз келсін. Аға жеңге, бүгінгі қуаныштарыңыз тусын, немере, сипатсызда шөбере көксеңіздегі Байбегіміз үлкен азамат болсын, еліңі қалқынан қалаулы, бай қуатты, үлкен азаматымыз тілекшіміз. Ой, бәрекелді. Ал құрметті көмек аға Гүлжан, кішкентайдың бауы берік болсын, ғұмыры ұзақ болсын. Сіздердің көз қуаныштарыңыз болсын. Атасы мен кіші атасына тартқан үлкен бір жақсы азамат болсын. Ой, бәрекелді, рахмет. Келесі жалғастырайық. Құрметті біздің ағатайымыз бен ақжеңгеміздің тойына жиналған қауым, қош келіпсіздер. Бүгін бір үлкен қуаныш болып жатыр, бесік той өтіп жатыр. Аға, жеңге, бесік тойларыңыз құтты болсын. Оған қоса мінекей Аяшқа келініміздің де мүшел жас екен. Аяшқа жанның мүшелің құтты болсын. Бірнеше мүшелдерді бағындырып, қоса Ернатпен бірге қоса қарыңдар, өрлі-шүбірлі болыңдар ары қарайда. Ағатайым мен жеңгеме немерелер топырлатып әкеле беріңдер. Лайым тек той болсын, тойда ғана басымыз қосыла берсін. Енді біздің апаларының, бриллиант апаларының кішкентай мына дорбасы бар. Ішінде бір үлкен не бар, оны осы үйдегі ең кішкентай сіңіліміздікі, оны алмаңыздар деп айтады. Үлкен бір ойыншық бар ішінде. Болдық па? Кім бар? Ешкім қалмады ғой. Ой, бәрекелді, жақсы, рахмет. Айтқан тілектеріңіз періштеге құлаған жалынсын. Келіңіздер, әдемілеп тұрып тойды иесін. Тоқтап қойып, беттеріне сүйіп қойып, құрметті ағалар. Стакан көтерлер астынан желетер, блогерде махаббатқа не жетер дейді ғой. Жылдамдатып алып қойыңыздар, келіңіздер. Төрт көзіміз түгел тұрған кезде үлкен асымыздың батасын алайық. Келіңіздер, отырыңыздар, жайғасыңыздар. Үлкен ет дастарханның батағайлы рәсімі төріміздегі тұрған Рахматолла Құдамызға бұйырылған екен. Келіңіздер, құрметті ағайлар, барлығымыз бір ауыздан үйлер емейді. Қол жайық, аталайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Дастархан май болсын, азаматшаның май болсын. Көгін тойып жай болсын, бергеннен Алла қанбасын. Көбейе берсін, албасын, өске берсін, жанбасын. Амин. Жортқанда жолы болып, бір пеште болсын жолдасын. Әмин айтқаныңыз келсін, иығыңызға.
қайдан өлектер бетіңізді шабанды қабыл алыңыз, өлектер видеода фотоға түсіріп алыңыз, ой бәрімейді. Кетеге керемет көрінес.